Ол қазір жақын. Бұлар кімдер? Бұл менің бұрынғы қызым, Ион жігіті. Ол қазір жақын. Жан тоқта, бұл істі маған қалдыр. Сен сонда не істей аласың? Мен өзім қызбен сөйлесем. Үйге барайын. Мейлі дейді, ертең мектепте сабақта жолығамыз, жарай ма? Мен сені қызы көремін. Не мен дейді? Білесің ғой? Енді білесің ғой? Той жасыр ойнамаш. Ойнап атқан жоқпын, мүмкін толық естігім келіп тұрған шығар мүмкін. Мен де сені жақсы көремін. Пока жаным, ертең қанша. Сені жақсы көремін. Мен де сені жақсы көремін. Сен менің өмірімде кездескен ең әдемі қызсың ғой. Енді ең әдемісі емес, әдемі қыздар көп қой. Бірақ олар сен сияқты болмайды. Пока. Кеше Тикомен барып, күшті киімдер сатып алдық, енді соң балға келіп. Балға арнайы киім кию маңызды емес қой. Кішігірім отырс. Әлі бүгін тренировкадан ерте шығам. Ертерек барып дайындалайын. Не дегенмен бір күн болды. Онда кешегі жерде көрсек. Аха. Одан да біз өмірге дайындалыңдар. Я, көпшілік болып дайындалсақ, тез үйренеміз. Рома, сен мұнда? Я, бұл енді біз жаққа өтті, бізбен бірге Рома. Я. Аман, барлық үшін кешірім сұраймын. Рома, сенің жақсы жаққа өзгергеніңе қуаныштым. Кеттік. Сендер үйге ма? Иә. Біз киім ауыстырып келеміз, иә? Істесесің не қалыпсыз. Кім? Қалшылар, есіңдер ма? Не? Элизат мектеп шығып қой. Оны кім айтты саған? Мұғалімден жанын өтіп барады естіп қалдым. Элизаттың ата-анасы мектепке қоңырау шалып, Элизатты мектептен шығару туралы сөйлесті. Сен анау менге ырзамын да ше құлағым. Бәрін қоя бересің. Енді өзім құлағым түнде көрдім. Прям құлағым түбіне келіп, дейді мынау демеген шығар енді. Братан, шашыңа не болған? Онда сен жұмыс болмасын. А чё сен анау Жасурмен дос болып кеткенсің ба? Иә. Не үшін? Братан, оларда мен жау болғанша... О, Эли, сәлем. Неге болған күйім жоқ? Бүгін Арманның билігі бар, соған қобалжып тұрған жоқ. Жүрегім, Ау. менде бір мынандай идея бар да, Арманға ше бір романтикалық бір кеш ұйымдастырып берсек. Ол да бізге уақытысында көмектесті ғой. Енді біз де соған көмектесеміз да. Егер біз көмектеспесек, ол аузын ашып жүре беретін сияқты ше. Оны қашан ұйымдастырамыз? Бүгін бал біте берсін. Кейін Арманға айтпай, өзіміз жақсылап ұйымдастырамыз. Рома бар, Тико бар, көмектеседі ғой. Арманға айтса, кейін деп жүре береді. Екеуін аралап жүргеніне біраз уақыт болды. Әлі жүр ғой, торымыз болды. Енді сол торымызды газға айналдырайық. Арман өзіне айтсаң, сәл көмектесіп жүрсең, айғарап жүрмейді жер, сәл ағылады жүр. Онда мен Раузамен және айтып қойын. Жан, екеуміз жексенбі күні ше кино қарап кетейік та. Марвелдің новый киносы шықты. Күндіз болса барайық. Күндіз ғой әрине. Және жүріш бір ақылдасатын шаруа бар еді. Аха, жарайды. Қайда кетіп қалдық маған? Рома, ертең Арман мен Эйлидің романтикалық кеш ұйымдастырып берейін бар. Неге айтпайсыңдар маған? Оны әлі істеген жоқпыз, сол енді айтуға келген шығар басына. Ол Арман жүре берсе, ештеңе істей алмайды ол. Соны Арман мен Эйлиді бір бәлеге қосу керек та. Екеуі де бір-бірін ұнатады, бірақ бірге емес, бір түрлі, Соны енді екі түрлі қылу керек. Ау. Я бүгін ба. Мен сондай. Эйли, бүгін сен балда
Арман менен жұп болмайсың. Сен кімсің маған шектеу қоятындай? Мен сенің бұрынғы жігітіңмін. Вот именно сен менің бұрынғы жігітімсің. Ал қазір сен маған ешкімсің. Түсіндің ба? Эли. Эле не болып жатыр мұнда? Ештеңе, қайдағы біреу келіп маған бірдеңе айтып жатыр ғой. Түк түсінбедім. Мен уже саған қайдағы біреу болып қалдым ба? Сонда кім болуың керек? Арман, былай ғой. Сен егер балда Элимен билейтін болсаң, екеулерін де өлтіріп тастайын. Арыстан, мен бұл сөзді бірінші рет естіп тұрған жоқпын. Сенің қолыңнан еш нәрсе келмейді. Оны көреміз. Бірақ мен бұл жолы просто дарап тұрмын жоқ. Эйли, тоқта. Я? Сен бір минутқа болады ма? Сен кімсің? Мен Сымбатпын. Кешір танымадым сені. Мен Арыстанның қазіргі қызымын. Қателеспесем, сен оның бывшайсың. Я, қателескен жоқсың. Мен бір нәрсені түсінбедім, сенің өмірдегі мақсатың не? Көрінген жігітке жабысып, ол артынан тастап кет. Сәлем. Сәлем. Неге көңіл күйің жоқ? Жай, бір жағдайларға байланысты. Сол жағдайларды маған айтпайсың ба? Саған айтатындай, сен кімсің? Сен мені танымайсың. Ал мен танымайтын адамдармен сөйлеспеймін. Жарайды. Мен сен жай көңіл күйімді көтерем деп ойладым. Қалай? Қыдырып, жүріп, әңгіме айтып. Есімің кім? Салтанат. Қазақсың ба? Мен тыңда Салтанат. Мен көңілген қызбен қыдырып, көңіл көтере бермеймін. Сосын бейтаныс жігітке келіп, көңіл көтерейік деген өте ұят тірлік. Ата-анаңның берген тәрбиесін ешқашан жаман жаққа жұмсама. Сосын менің қызым бар. Оның көзіне шөп салу жігіттік деп ойламаймын. Менің сөзімді жақсы түсіндің деп ойлаймын, Салтанат. Пока, жаным. Ертең мектепте жолда. Мен сені жақсы көремін. Және сен менің өмірімде кездескен ең әдемі қызсың. Енді ең әдемісі емес, енді әдемі қыздар көп қой. Бірақ олардың ешқайсысы сен сияқтысың. Рахмет жаным, өте көтерім. Жаным бар. Қызылбас! Әлі айтатын уақыт емес сияқты ол. Осылай жүре берсең, кейін кеш болып кетеді деп ойламайсың ба? Мен уақытысын айтып үлгеремін деп ойлаймын. Жарайды, кейін көрісеміз. Арман, не болды? Или неғып кетіп қалды? Кеше жақсы көретінді айтқам. Бүгін соны сұрам. Қалайсың, Жасур? Болады өзің. Жақсы, отыра жүрсек. Арман жоқ. Мектепке Арыстанның ағасы директор болды. Енді не істейміз? Арыстанның жалғыз өзі бізге ештеңе істей алмайды. Бізге самое главное бірге болу керек қой. И сосын самое главное тәртіп болу керек. Олар біздің әр басқан қадамымызды бақылап жүретін болады. Лейда, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, кеше не істедіңдер? Дайындықтан кейін прямой үйге қайттық. Сендер қыдырды ма десем? Жоқ, басқа күні қыдыратын шығар. Біз кеше дайындықтан қатты шаршадым. Үйге бара салып төсегіме құладым ғой. О, сәлем қыздар. Сәлем. Менің ғашығымның жағдайы қалай екен? Жақсы. Өзің қалайсың? Ой, болды. 1, 2.
Екі. Үш кеттік. Eli тұршы, Eli не болды саған, Eli? Арман, кешір. Не айтқым келген еді? Құдай мынау қанды іш табақты келген бе қаншамыз деген бана да келген. 1, 2, 3 кеттік. Eli не болды саған? Eli тұршы, Eli тұршы. Басына. Мектеп башынан келіп жатыр. Арман Елисіз қызғаныш шығар. Иә, Эли осы тоқсаннан бастап сабақ оқимын деген еді. Арман да сабақ оқып бастаймын деген еді. Біз Арман мен Элиге романтикалық кеш ұйымдастырып береміз деген едік, ойлағанымыз болмады. Мен осы таңғалым, Арыстан қалай мектептен шығарып жүрмеді? Қазір ақшаң болса, любой ситуациядан үстен ақ болып шығасың. Өмір неткен әділетсіз. Болашақ біздің қолымызда. Мен болашақта әділеттілік орнау үшін барым салатын боламын. Әйтпесе қазір адамдар әділетсіздіктің құрбаны болып жатыр. Осы оқиғадан кейін мектеп директорын абақтыға жабылды. Ал Арыстан болса, әдеттегідей судан ақ сүттен таза болып шықты. Арманды мектептен шығарып берді. Ал Тиконы Арыстанды жаралаған үшін қатаң түрде бақылауға отырғызды. Ал мен енді бұл өмірде жоқпын. Я, давайте Махмад дауысын. Атак Дауысын шығарып, дауыс қана минус болып тұрған мен дауысын шкалаларын қалай шығып жатқан. Ал сен сөйле ал. Sen şikayet gördün mü? Gördün mü şikayetini? Kalay şikayet kanı yakın görüşeceksin. Kalay gözüktün kara. Күшті шықты ғой. Давай. Сәл алдан Арыстан арын алып көрмеңіз. Максимально сол ғой сенде. Аға, енді айтыңызшы. Жоқ, нормально. Жоқ, как Жоқ, но нормально. Просто дауысың мен соқтым әже. Аяғын екі жаққа. Ағай, менің даусымды кішкене понижать етіп, прям мощный, солидный естіледі. Давай, эхо берем, да? Осы оқиғадан кейін мектеп директорына бақтым. Көшіріңді! Жай! Сәлем достар! Осы оқиғадан кейін мектеп директорына бақтыға жапты. Ал Арыстан болса, әдеттегідей сүттен таза, судан ақ болып шықты. Өтірік. Судан ақ, сүттен таза, иә. Сүттен ақ, судан таза.